Сондықтан құлдықтан құтылу үшін алдымен сананы, миды дұрыстау керек. Мидағы руханияттан, құлдықтан құтылмайынша ешқашан шынайы өмірдегі құлдықтан құтылмаймыз қазақтар. Ең бірінші құлдық мида тұр. Мидағы құлдықта тұр. Қазақтар орысқа тән жағынан құл болып тұрған жоқ. Идеология жағынан, ақпарат жағынан, ми жағынан, ойлау жүйесі жағынан құл болып отыр. Ендеше құлдықтан құтылу туралы әңгімеміз тамам. Бұл әңгімемізді Норс Каролина штатынан бастап, Тексас штатында аяқтадық. Бір әңгімені екі бөліп айтқанымыз үшін айыпқа бұйырмаңыздар. Аман сау болайық. Қазақ, ойлан және оян. Оян және ойлан. Құдай бізді мына дүниеге еркін азат қауым қылып жіберді. Біз қазақ болып Еуразияның көгінде мемлекеттерді құрып, өркениеттерді жаратып және таратып өмір сүріп жүргенде жер бетінде орыс дейтін қауым жоқ болады. Сондықтан қалың елім, қазағым, сіздер бір нәрсені түсінбейсіздер. Орыс ешкім емес. Орыс ешкім емес. Орысқа құл болу, кету. Орысқа арқа сүйеген, орыстың әскери көмегіне қарап отырған Солтүстік Корея қалай, демократиялық Америкамен одақтасқан Оңтүстік Корея қалай. Солтүстік Корея аштықта, жоқшылықта, ауруда, диктаторлықта, коммунистік режимде бүкіл дүние жүзінен оқшауланған, дәрі жоқ, ақша жоқ, адамдар ауру сырқау, тіпті аштықтан, қоректік жетіспеушіліктен миллиондап өліп жатыр. Ал Оңтүстік Корея іріп, шіріп, байып, бір Самсуңы, бір Ресейдің бюджетінен артық болып, Hyundai, LG, жаңағы Samsung, Daewoo деп бүкіл дүние жүзіне техника, технологиясы дамыған мықты өркендеген ел болып тұр. Екеуі екеу. Бұрынғы коммунистік режимдегі Қытай қалай, Америкамен одақтасқан Тайвань қалай. Англиямен одақ болған Гонконг қалай еді, Қытай жаулап алған Гонконг қалай болды. Қараңыздар. Екі Германия 93 жыл бірігуден бұрынғы Советтің әскері тұрған коммунистік идеологиядағы Германия қалай болды, ал батыстың әскері тұрған Германия қалай болды. Екі немістің farқы ұқсамайды. Бір ұлтты екі түрлі жүйе ұқсамаған екі қауымға айналдырды. Біреу ең сапалы ұлт болып қалыптасып қалды, біреу ең сапасы ұлттардың деңгейіне түсіп барып, қайтадан бұрынғы тамырымен қауышты. Израильде Совет одағы елдерінен келген еврейлерді төменшіктеп қарайды. Неге? Оларда орыстардан жұққан өте көп жаман аурулар бар. Олар сол ауруларынан біртіндеп арылуға тырысады. Оны өздерінің әлеуметтік желідегі белсенділері жазады. Орыс қоғамынан жұққан жаман аурулардан арылу қиын екен деп.